Инстаграмдағы алаяқ. Авторы Мейіргүл Оңғарова. Бірінші бөлім. Сымбат бір үйдің жалғыз келіні. 3 қайын әпкесі, ата енесі бар. Қайын әпкелері тұрмыс құрып кетсе де, жақын жерде тұрған соң, бұлардың үйіне бала-шағасымен жиі келеді. Сымбат осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығады. Таңғы 6-да тұрғаннан түнгі 12-ге дейін тыпырлап тірлік етеді. Ошаққа нан жабады, үйдегілерге шай тамағын береді. Арасында балаларын сабаққа тасып үлгереді. Соның өзінде бұның еңбегін елеп жатқан тірі жан жоқ. Сәл үй шашылып қалса да, тамақ уақытында дайын болмаса да, Сымбаттың бұған дейінгі тірлігі көк түйін болып, енесі қабағын түйіп, сөзбен түйрей бастайды. Одан қалса қайын әпкелердің шымшыма сөздері бар. Бетіне айтпаса да, өзгені айтқан болып шымшып қалады. Сымбат құл болудан шаршады. Тұрмысқа күң болу үшін шықпаған еді. Түбі жоқ үй тірлігі, рахметі жоқ қайын жұрт әйелді әбден қажытты. Жолдасы Шыңғыстың бұнымен шаруасы шамалы. Жұмыстан шаршап келеді, қайта кетеді. Үлкен қайын әпкесі бүгін тағы келіпті. Аяқ киімдер неге шашылып жатыр, боқ-боқ болып, деп сөйлеп кірді. Бұған дейін Сымбат не енесінің, не қайын әпкелерінің беттеріне келіп көрмеген. Бұл жолы шыдамады. Шашылып жатқан жоқ, жаңа ғана жинағам. Сіз келіп шашқан шығарсыз, деді Сымбат. Өй мына келін, қайын әпке аңтарылып қарап қалды да, ол да есесін жібергісі келмей келіне шапшыды. Үй азып тозып бара жатыр. Қашан келсең есіктен төрге дейін былғып жатады. Осы үйдің тірлігі, мына сенің міндетің. Түске дейін ұйықтап жатасыңдар, деді сосын. Бұл сөз Сымбаттың шамына одан сайын тиді. Түске дейін ұйқыны ұмытқалы қашан. Әділетсіз жала жабылғандай өзін қор сезінді. Әпкетай, менің түске дейін ұйықтағанымды қашан көрдіңіз? Менің міндетімді ойлағанша, өз міндетіңізді біліңіз. Кім біледі, сіздің де үйіңіз мұнтаздай болып тұрмаған шығар. Әйтпесе көзі көрмейтін енеңіздің шайын бермей, бейуақытта не істеп жүрсіз мұнда? Жөн жосықсыз жүретін қонақтарды соқаным сүймейді, деді Сымбат айылын жимай. Қайын әпке сөзден тосылып, келсем әке-шешеме келем, сенен рұқсат сұрамаймын, бар шай қой, деп бұйырды. Сымбат қабағын тарс түйіп, жұлынып бөлмесіне кірді де, есікті ішінен тарс жапты. Бойы аздап жеңілденіп қалғандай.